Армыңыздар құрметті студенттер, бүгін біз сіздермен possessions өтеміз. Өздеріңіз білесіздер, ағылшын тілінде, яғни біз I дегенді өттік, subject pronounды өттік қой. Сол кезде I деген мен екенін білдік. Яғни бүгінгі тақырыбымыз қазақ тіліндегі іліксептігі. Яғни ағылшын тілінде possessions. Яғни I дегеніміз ағылшын тілінде my болады. Яғни I деген мен болса, менің деген my болады. Енді you деген сен ғой. Яғни сенің деген your. Енді қыздарға байланысты ағылшын тілінде she деп айтатын білесіздер, ол дегенді. Бірақ бізде қазақ тілі аудитория көбіне оның дегенді her деп айтады. Ол дұрыс емес. Негізі ағылшын тілінде оны her деп айтады. Яғни орыс тілді аудиториядан келген, яғни өні айта алмауына байланысты көбіне yo деп қолданады. Her деп қолданады. Ол дұрыс емес. Мысалы, өздеріңізге белгілі құс дегенді негізі bird қой, bird ағылшын тілінде. Бірақ бізде орыс тілді аудитория немесе енді үйреніп келетін қазақ тілді аудитория оны bird деп айтады. Ол дұрыс емес. Оны есте сақтайық. Енді ұлдарға байланысты he, ол. Енді оның деген қалай болады? His. Енді затқа байланысты өздеріңіз білесіздер, it деп қолданады. It деген, яғни бұл деген мағынаны береді. Бұның деген қалай болады? Бұның деген it's. Енді көптік жалғауда қалай болады? Көптікте, яғни we деген біз. Біздің деген our. Яғни біздің деген our болады. Енді сіздер деген қалай болады еді ағылшын тілінде? You. Сіздердің деген your. Енді соңғысы қалды, яғни ол they деген ағылшын тілінде олар деген мағынаны береді, олардың деген ағылшын тілінде their. Құрметті достар, бұл кіріспе сабақ болатын. Қазір мен сіздерге презентация күйінде осы сабақты дұрыстап мысалдармен түсіндіретін боламын. Баршаңызға сәттілік. Қазір поссессивті слайд күйінде түсіндірем дегем. Яғни былай, I'm Italian, яғни мен итальяндықпын. My family are from Rome. Менің отбасым Римнен. Яғни Rome дегені ол қазақ тіліне аударғаныңызда Рим болады, естеріңізде сақтаңыздар. Яғни my дегеніміз айдың несі тәуелдеген тұлғасы. You are in level 1. Сен бірінші деңгейдесің десе, this is your classroom. Яғни your деген сенің деген, яғни сенің сыныбың мағынасында. He's the director. Яғни ол директор. His name is Michael. Яғни his деген оның деген мағына береді. Яғни he деген ол, his деген оның. Яғни his, яғни тәуелдік тұлғалардан кейін міндетті түрде не болады? Зат есім болады, She is your teacher. Ол сенің мұғалімің. Her name is Tina. Яғни оның аты Tina. Яғни her дегеніміз өздеріңіз білесіздер, бағана түсіндіріп өткенде she-дің, яғни her дегені тәуелденген тұлғасы. It's a school. Бұл мектеп. Its name is Queen School. Яғни бұл ненің аты, мектептің аты Queen School деп аталады. Яғни бұның деген мағына береді. Яғни заттарға байланысты тәуелденген тұлғасы. Енді we are international school. Яғни біз халықаралық мектеппіз. Our students are from many different countries. Біздің студенттеріміз әртүрлі мемлекеттерден. Енді мына they are new students. Олар жаңа студенттер. New деген жаңа, students деген студенттер. Their names are David and Emma. Яғни олардың аттары Давид және Эмма. Осымен сабақ түсінікті деп ойлаймын. Құрметті достар, сұрақтар болатын болса маған жазыңыздар.